Не өңі не түсі екені белгісіз біреу атын айтап айғайлап шақыратын сияқты. Өңі дейін десе өңінің қайда екені беймәлім. Кеңістікте өзі де жоқ, бәрі буалдыр, бәрі тұман, түк түсініксіз. Түсі дейін десе айғайлаған дауысты, сытырлаған дыбысты абанық естіп жатыр. Тасқын міне тағы да абанық естіді. Дарынның даусы. Бұл қайдан жүр? Мынау толасы сытырлаған не дыбыс? Өңі ме жоқ, түсі ме? Қайда жатыр өзі? Тасқын селк етіп шошып оянды. Бөлме іші ала көлеңке. Сырттағы электр жарығының сәулесі терезе алдындағы ағаштың қалың жапырағы арасынан ұрланып, әрең сығалайды. Терезенің сыртқы темір жақтауына жаңбыр тамшылары толассыз ұрғылап жатыр. Құлақ етін жеп, барабандай сартылдап тұрған сол екен. Әлгіндегі мені шақырған дарын ба? Шынымен соның даусы ма? Жеті түнде не іздеп жүр ол? Орнынан ұшып тұрып, жүгіріп терезе алдына барды. Сыртта жаңбыр құйып тұрып, терезені ашып мойнын созып төменге қарады. Ауладағы биік ақ теректің арбиған бұтақтары үшінші қабаттағы терезеге дейін жетеді. Соның қалқасынан ештеңені де анық ажырата алмады. Дарын, сен бе деді тасқын дауыстап. Тым-тырыс, жүрегі дүрсілдеп кетті. Дарын, дарын деп тағы қайтара дауыстады. Үн жоқ. Әлгінде атын айтып шақырған кім болды екен? Түсім дейін десе, дарынның даусын абанық естіген сияқты еді ғой. Бұл не жұмбақ? Қарақыптан қарап, жүрегі бір түрлі суылдап, дегбірі қаша бастады. Асып-сасып, жығылып жүріп, қолына ілінген киімдерін иығына іле салып, жүгіріп далаға шықты. Үйтки соққан жел әсерінен екпіні күшейген жаңбыр басқа көзге сабалап тұр екен. Оған қарауға мұрша жоқ. Өз еркі өзіне бағынудан қалған, әлдебір түсініксіз сезімдер иірімдей иіріп, жанға ғұрлы көрмей, қақпақылға салып дедектетіп, сүйрелеп әкетіп барады. Дарын жатақхананың іргесіндегі ықшам ауданда тұрушы еді. Сол маңда әлі бұзылмаған ескі үйлер өте көп. Соның ең бір сұрықсызы да, сиықсызы да дарынға бұйырған болатын. Шатыры бір жағына қисая бастаған, терезесі төмен, өзі жермен жексен. Сонау Сталин заманында салынған қырық-құрақ ескі үйді дарын былтыр ғана сатып алған. Тасқынның аяғына жұқпай, солай қарай ұшып келеді. Асфальт төселмеген қара жолдың миы шығып жатыр. Ойдым-ойдым, шұңқырдың бәрі көркөген су. Оған қарайтын, жол таңдайтын мұршасы жоқ. Қызыл асықтан шылпылдата су кешіп, дедектете жүгіріп келеді. Тасқынның көз алдынан дарынның бейнесі кетер емес, көлбеңдеп. Оң мен түстің арасындағы жаңағы шақырысының неге жорын білмей дал. Дарын ауырып, қысылып жатқан сияқты. Мұны іздеп мазасызданып жатқан сияқты. 5 жыл бір бөлмеде тұрған студенттік шақтан бірге келе жатқан сыралғы досы ғой. Бұлар институт бітіргелі де 8 жылдай болыпты. Одан кейін 7 жыл тағы бір пәтерде тұрған. Дарын былтыр үйленген соң Сәбира екеуі осы үйге көшіп кеткен. Үйі тасқынның жатақханасынан онша қашықта емес. Күн аралата келіп кетіп араласып тұрады. Дарын мен Сәбира екеуі таңның атысынан күннің батысына дейін барахолкада сөмке сатады. Тасқын болса суреттерін Алматы Арбатына апарып қойыпты. Содан түскен азын аулақ ақшаға жан бағып жүр. Қазір суретке қызығушылар да аз. Көз майын таусып, таңды таңға ұрып, салған жұмысын болымсыз ақшаға сатып алғысы келетіндерін қайтерсің. Суреттегі шетелдегідей жақсы бағаланса ғой, онда әжептәуір жақсы өмір сүруге болар еді. Үй сатып алар еді, үйленер еді. 30-ға келгенше жұмысшылар жатақханасының аядай бөлмесінде жүргеніне кейде қорланады тіпті. Дипломы шабаданның түбінде сарғайып жатқалы. Қашан? Жұмыс жоқ. Жа қойшы, соны ойлай бермей. Дарын, сен мені шақырдың ба, әлде Сәбираның құшағында шыртиқода жатырсың ба? Шың қаққандай 7 түнде ербейіп жетіп келгенімді көріп, көзің атсыздай боп жүрме? Дарынның қақпасы ашық тұр екен. Үйінің есігі де шалқасынан ашық-шашық. Шатырдың сорғалаған судан аула іші күлкілдеп кетіпті. Бір сұмдықтың болғанын сезгендей жүрегі суылдап, екі аяғынан әл кетіп бастырмай қалды. Дәрмені құрып есіктің тұтқасынан ұстаған күйі теңселіп біраз тұрды. Үй іші тас қараңғы, іштен күлімсі сыз иісі білінеді. Дарын деп дауыстап, үні дүрілдеп әрең шықты. Ішке қарай кіруге әлдеқандай күш жібермей тұр. Қорғасындай зіл тартқан аяғын әрең көтеріп босағадан аттады. Тым-тырыс сипалап тұрып есіктің артындағы түймешікті іздеді. Дарын қайда, Сәбира қайда? Есік неге шалқасынан ашық жатыр? Жарық неге жоқ? Түймешікті таптау әйтеуір. Жарықты басуға жүрегі дауаламай біраз тұрды.
Жарық қосылса біреу өзін бас салатын сияқты. Маңдайына сұп-суық тер шықты. Түймешікті ұстаған саусағы дірілдеп кетті. Сонда да әлдерменін бойына жиып, түймешікті бастау әрең. Үй іші жарқ етіп ақ сәулеге шомылды. Көзі бірден төр алдында бүрісіп, қырын қарап отырған Дарынға түсті. Қолында мылтық. Ұңғысын маңдайына тіреп алыпты. Сол қолымен мылтықты сығымдап ұстап алған. Оң қолының бас бармағы шүріппеде, қимыл қозғалыс жоқ. Тас мүсіндей сіресіп қалған. Кісінің кіргенін, жарықтың жанғанын аңғармаған секілді. Тасқынның төбесінен біреу тастай суды ақтара салғандай денесі мұздап сала берді. Бір сөзді айтудың, бір адым алға басудың өзі қиямет қайым. Үй үшін өлім ескірігі жайлап алғандай. Төр алдында шашылып жатқан патрондар да, оң жақ босаға тұстағы жиналмаған үстел үстіндегі самсаған бос шөлмектер де үйдің сол жақ қабырғасын түгел алып тұрған. Дарынның өз жүрегін жарып шыққан жан тәсілім атты картинасы да демін ішіне тартып, тағатсыздана ажал күтіп тұрғандай. Тасқынның көзі картинадағы жас жігіттің жанарымен шарпысып қалды. Үрей ұялаған тірі көз өңменіңнен өтіп барады. Оң қолымен басын таянып бүрісіп отыр. Саусақтарының арасынан сорғалаған қан өңірін жуып кеткен. Жігіттің өмір мен өлімнің арасындағы ішкі арпалысын Дарын қалай тап басқан. Осы сәтте картинадағы жаралы жігіт Дарынның өзі боп көрінді Тасқынға. Дәл қазір анау картинадағы көрініс өмірде қайталанатын деп тұрғандай. Жағдайдың қаншалықты қауіпті екенін анық түйсінді. Ақыл санадан, сезім түйсіктен айырылып қалғандай күйде. Екі көзі шүріппеден бас бармақта. Не дерін, не істерін білмей тұр. Дарынның иә өлі, иә тірі екені белгісіз. Аяғынан әл кетті. Аттай бере сылқ ете түсті. Дарын деп атын атамақ болып еді, үні шықпады. Бұдан әрі не болғаны анық есінде жоқ. Көз алды тұмандатқандай болдым-ау. Еңбектеп қасына бардым-ау. Шоқиып қасында отырдым-ау. Әлден уақытта екеуінің көзі түйісіп қалды. Бір-біріне тесірейе қарап отырған сәтте есін жиды. Дарын сол кезде барып өз-өзіне келгендей болды. Әуелде көзі шыныдай жылтырап қана көрінген. Біртіндеп сәуле жүгіре бастады. Жан бітті. Сәлден соң көз сөйлей бастады. Дарынның көзі. Сенің ең соңғы рет көріп қалғым келді. Тасқынның көзі. Таста мылтықты Дарын, таста. Дарынның көзі. Өмірде еш мән қалмады. Тасқынның көзі. Ақымақ болма, ал саусағыңды шүріппеден. Дарынның көзі. Мені қинамашы Тасқын. Тасқынның көзі. Өтінемін сеннен, шүріппеден алшы саусағыңды. Дарынның көзінен бір тамшы жас ытып шықты. Бас бармағын ақырын шүріппеден алып, баяу жылжытып әкеліп, бармағының сыртымен кірпігіне ілінген жасты сүртті. Осы кезде Тасқын Дарынның қолындағы мылтықты көз ілеспес жылдамдықпен жұлып алды. Ол төрдегі киіздің үстіне басымен сүзе құлады. Терезе артылдай соғылған жаңбыр дыбысын енді анық естіді. Сырттағы жел күшейе түскен. Ашық тұрған есіктен суық жел сумаңдайды. Қолына мылтық тиген соң бойына қайрат біткендей орнынан атып тұрып, қарсы бөлмеге қарай жүрді. Сәбира аман бекен деген суық ой жонарқасы мұздатып өтті. Жарықты қосты. Оң жақтағы төсек бұзылмаған қалпы тұр. Сәбира үйде жоқ екен. Екеуі ренжісіп Сәбира кетіп қалған шығар деген ой келді. Патронын алып қалтасына салды да мылтықты апарып шифонердің артына тықты. Дарын басын көтерместен төр алдында бүк түсіп әлі жатыр. Солқ-солқ жылайды. Тұла бойы безгегі қысқан жандай қалш-қалш етеді. Тасқын қайтып келіп Дарынның қасына тізе бүкті. Анау жерден басын көтерудің, бұл оған тіл қатудан қорқатын сияқты. Осылай қанша отырған есінде жоқ. Бір кезде Дарын сүйретіле орнынан тұрды да тәлтіректеп тұрып қалды. Бұл да тұрды. Бір-бірін жаңа көргенде қадала қарасты. Ол мұны бас салып құшақтады да тағы солқылдап қоя берді. Қой сұңқылдама, деді Тасқын ашу шақырып. Дарынның білегінен мытып ұстап, сүйрегендей боп сыртқа алып шықты. Жаңбыр әлі құйып тұр. Сен тұра тұрып, мен киімдерді алып шығайын деп үйге кіріп кетті де Дарынның плашы мен шляпасын алып шықты. Жарықты өшіріп қайта шықты. Тасқын сұрамашы, ештеңені де сұрамашы менден. Қаңғытшы мен айдалаға, иесіз құла түзге, адам аяғы баспас құмға, шөлге, қаңғыртшы мені. Мен әкесінің аузын ұрайын тірліктің. Тасқын, сен ғана түсінесің мені. Түңілдім бәріне. Дарын жүр барға кірейік, деді Тасқын оның сөзін бөліп. Ол бетіне бедірейе қарап тұрып үнсіз келісімін білдірді. Екеуі жатақхананың іргесінде түнгі барға кірді. Подвалда орналасқан түнгі бардың іші бозамық сәулеге шомылып мүлгіп тұрып,
Қаба сақалды бармен жігіт темекісін будақтатып өзі жалғыз отыр екен. Бұлар төрдегі үстелге барып жайғасты. Көп ұзамай алдарына бір шөлмек Қазақстан коньягі мен жеңіл-желпі тамақ келді. Саған оқас туралы айтып бедім. Айтқан жоқпын ба? Аха, онда айтайын, деді Дарын бір-екі рюмка коньяк ішіне кеткен соң барып тілге келіп. Оқас бала күнгі дос қой. 9-шы сыныпқа дейін бір партада отырық. Оқас сері еді. Оқас сөзге шешен еді. Бойы сұңғақ, өңді болайын деп тұрған бозбала еді. Тасқын өз ойымен өзі арпалысып кетті де, оның не айтып отырғанын ұқпады. Оқастың не қатысы бар? Әлде өз-өзін алдандырғысы келіп отыр ма? Сәбира қайда кетті екен? Мына ессіздің өз-өзіне мылтық кезенгені несі? Не көрінді көзіне? Бұл бармағында жағдайы не болар еді? Мына Құдай айдап апарған шығар. Аха, сол Оқас 9-шы бітірген жылы жазда асылып өлді. Тасқын селкете түсті. Ойы бөлініп еріксіз Дарынның сөзіне құлақ қойды. Асылып тұрған жерінен өзім ағытып алып едім. Дарын рюмкасын сығымдап үнсіз отырып қалды. Маңдайындағы қос әжімі тереңдей түскендей көрінді. Самай шаша қара бастапты. Неге асылып өлгенін жөнінде алып қашпа сөз желде ескен. Оның қайсысы шын, қайсысы өтірік, бір Құдайдың өзі білсін. Менің білетінім, ауылдағы бір жесір қатынға Оқас жиі барқыстап жүруші еді. О қатынның жасы 30-дің жуан ортасында болатын. Аха, қаншалықты дос болсақ та, о қатын туралы Оқас маған жақ ашқан емес. Елдің айтысына қарағанда сол түні ол жесір қатынның үйіне қонған екен. Түнде ана қатын Оқасты қойнына алған дейді. Бұрын әйелмен болып көрмеген бозбала ғой. Төсек рахаты дегеннің не екенін қайдан білсін? Қысқасы, қатынды қанағаттандыра алмаған. Түннің бір уағында әбден көзі қарайған қатын, сен еркек емессің, бүйтіп қор болғанша асылып өл деп Оқасты басқа көзге сабалайды. Оқас үйден қашып шығады. Шыққан бойда үйіне келеді де қорасына кіріп асылып қалады. Дарын көзіне түскен бұйра шашын ширатып үнсіз отырып қалды. Дарын, қойшы осындай әңгімеңді, деді Тасқын ызғарлы үнмен. Бір дұрыс сөз шыға ма сенен бүгін? Жоқ па, не болған саған? Тасқын, тыңдашы. Тыңдамаймын. Сәбира қайда? Не болды сендерге тағы да? Ұрыс-керістерің бітпейді екен осы, түсіндірші маған. Сәбира кетті, енді келмейді. Неге? Не болды сендерге? Есің дұрыс па сенің? Мылтықты қайдан алдың? Ай, мылтықты қайдан алдың деймін. Сатып алдым. Қайдан? Оны не қыласың? Ай, өз-өзіңе мылтық кезеніп не көрінді саған? Бағана мен келмегенде не болатын ең? Құдай сақтады қайта. Неге өйттің? Ай, неге өйттің деймін саған. Бұрылма, бері қара, түсіндірші. Түсінгің келсе, оқы мынаны. Дарын төс қалтасына екі бүктелген жуан конвертті алып шықты да үстелдің үстіне тастай салды. Тасқын конвертті қолына алып бүктеуін жазуына үңілді. Сыртына Сәбираға деп баттитып жазып қойыпты. Конвертті ашып, ішінен 10 шақты бетке жазылған хат алды. Дарынның маржандай жазуы. Хат Сәбира деп басталыпты. Мен бүгінгі жанжалдан кейін саған бәрін де ашып айтуды парызым деп санаймын. Сен ештеңені де түсінбестен байбаламға бастың, Карлыға тіл тигіздің, мені 200-ді алаяқ деп сөктің. Сәбира, сен неге менің сөзіме құлақ қоймадың? Тіпті ит болсам да соңғы сөзімді тыңдауға тиіс едің ғой. Өйткені сен бәрін білуге тиіссің. Түсінесің бе, түсінбейсің бе, оны өзің білесің. Мен мұны сенен жасырайын деп жасырған жоқпын. Жанымдағы бітеу жарам еді. Бүгін сол жараның аузы ашылды. Оған өзің куә болдың. Мен ақталайын деп отырған жоқпын. Себебі сен бұл жолдарды оқып отырған кезде мен еш адвокаттың үкімі жүрмейтін жақта болармын. Жә, саған түсінікті болу үшін бәрін де басынан бастайыншы. Мен 10-шы сыныпқа көшкен жылы жазда Оқас деген досым қайтыс болғанын білесің. Өте намысқой бала еді. Бір қатынның ауыр сөзіне бола асылып өлді. Неге асылып өлгенін саған жырғып талай айтып едім ғой. Оқастың мезгілсіз дүние салуы әкеме қатты батты. Өйткені Оқас екеуміз кішкенеден бірге өскен дос едік. Әкем Оқасты да өз баласындай жақсы көретін. Мен де Оқас сияқты ойнаптап жүріп, от басама деп қауіптенді ме? Әлде төсегімнің басына балет бишілерінің, сұлу қыздардың жартылай жалаңаш суреттерін жапсыра бастауым себеп болды ма білмеймін. Әкем бір күн моншадан қайтып келе жатып, сен енді бала емессің, ойланатын кезің келді. Қарлыға жеңгеңнің жалғыз отырғанын бізгесін. Кесіріне ие бола алмады дегізбе елге. Асан ағаңның шаңырағына енді сен ие боласың, деді түйеден түскендей дүңк еткізіп. Әкемнің мінезі қызық еді. Өзінің айтқаны болмаса айғайдың астына алатын қызба болатын. Бірақ қайтымы тез еді. Мына сөзді шешемнен жасырып айтып келе жатқанын сездім. Ол шешемнен мүлде ақылдаспайтын. Екеуміз дос сияқты қарым-қатынаста болдық. Менімен қатты қалжыңдасатын. Бір қиын жағдай басына түссе менімен ақылдасатын.
Сондықтан да мен әкемнің көңілін қалдырмауға тырысатымын. Сері жігіт еді, шіркін, домбыра, мандолина шертетін, баян тартатын, тойда асабы болатын. Шешем тойға өзін жалғыз жібермейтін білген соң, үнемі мені қасына ертіп алатын. Келіншектермен қатты қалжыңдасатын. Әкеме келіншектер де өте үйір еді. Қылмыңдап, бұраңдап, әкемді өздері айналдыратын. Бала болсам да бәрін сеземін, бірақ өтіріктік сезбеген боламын. Әкемнің істейтін жұмысы табиғатына кереғар сияқты көрінетін. Андатыр шаруашылығында бас бухгалтер еді. Таңғалатынмын. Жұмысы анандай, өзі мынандай. Ішінде қайнаған энергия. Қалай шыдап, есеп-қисап жүргізіп отырады екен деп. Ішетін, сөйлегенді жақсы көретін. Шынын айтқанда марқұм анамды сүймейтін. Қалай қосылғандарын білмеймін. Талай жылағанын көрдім. Кетем дейтін. Шешемді де шемнен аяймын. Өзім де оңашада жылаймын. Әкемді де аяймын. Кейде ыза болып, кететін болсаң кетсеңші, шешемді де қинадың, мен де қинадың, өзің де қиналдың дейтін едім. Сендерді қиып қайтып кетем деп, әкем басын сығымдап отырып қалатын. Әкемнің бір әдеті бар еді, бір ішкенде 1-2 аптаға жоғалып кететін. Бір қызығы біздің үйдегі Құтжолда сөйтетін. Ит иесіне тартады деген рас-ау. Құтжолда шынжырын үзіп қашып кететін. 1 аптадан соң кір болып, шаршап шалдығып қайтып келетін. Иә, әкем де сөйтетін. 1-2 жетіден соң кір, алхам-салхам болып өзі келетін. Сақал мұрты өсіп кеткен. Аласа дөңгелек үстелдің басында шай ішіп отырамыз. Ондық май шам өлеусірей жанып тұрады. Әкем 6 айлығынан тер ағып шай ішіп отырады. Орамалы мойнында. Сонда шешем былай деп шырын бастайды. Ұят жоқ, аят жоқ, ұяттан бұрын туған. Мына балалар жетілді, ендігің не қаңғыс бұл деп. Әкем тамағына тойып әбден тыңдап алған соң, шешем ішіндегісін түгел шығарып болдау деген кезде жайбарақат дауыспен: мен халықтың ұлымын, халық үшін туғанмын дейтін. Сонда шешем ызадан жарылардай долданып: ендеше кет бар халқыңа, халқың бала туып берсін саған, кіріңді жусын, тамағыңды істесін, бар, халқыңа бар дейтін. Иә, әкем үндемей құтылатын. Сол күні кешкі астан соң әкем маған жүр деді. Қайда жүр деп тұрғанын ішім сезе қойды. Қолымды қорқыныш жайлады, бірақ жоқ деп айта алмадым. Әкем екеуміз көше бойлап келе жатырмыз. Bir кезде әкем маған: балам, сен маған ренжіме, мені дұрыс түсін. Қарлыға жеңгең жалғыз қиналып жүр. Бұдан әрі шыдай алмауы мүмкін. Жас қой, жастық шыдатама. Оның үстіне өзі де жатқа қиятын жан емес. Көрік десең көркі, ақыл десең ақылы бар. Мен кісі танысам, екеуіңнің бір-біріңе ішің жақын. Сен енді бала емессің, 16-ға толдың. Бәрібір көшеден үйренесің ғой. Аталарымыз 13-те отау иесі деген. Жеңгең сенден 7 жас үлкен, әлақ төсек теңестіріп жібереді деді. Маған әкемнің бұл сөздері сондай тұрпай естілді. Шошып кеттім, тұра қашқым келді. Әкеммен сырлас болғанмен, қалжыңдасқанмен аузынан дәл осындай сөз шығады деп ойлап көрмеппін. Менің санама сыймайтын іс қой бұл. Есің дұрыс па дей беріппін. Дұрыс, деді әкем. Сөзді қой, бүгін сол үйде қаласың. Тасқын хаттан көзін алып Дарынға қарады. Ол қолы лып-лып етіп сурет салып отыр екен. Дарын қалтасынан блокноты мен қарындашын өмір тастамайтын, және де қолы тыныш отыра алмайтын әдеті. Кез келген жерде блокнотына бірдеңе сызғылап отыратын. Қазірде темекісін құшырлана сорып қойып, бірдеңе шимайлап отыр. Тасқын көзін қайта хатқа аударды. Мені itергендей болып Қарлығаның ауласына кіргізді. Жеңгем құдықтан су алып келе жатыр екен. Шелегін құдықтың ернеуіне қойып, бізге қарап состиып тұрып қалды. Өңі сұп-сұр болып кетті. Осы сәтте қолындағы шелегі ішке құлады да, құдықтың бұранда білігі шыр айналып жатты. Сол көрініс өмір бойы менің көз алдымда қалып қойды. Үшеуміз отырып шай іштік. Шайдан соң әкем Қарлығаға қарап: қарағым, Дарынжан осында қалатын болып келді. Ағасының орын жоқтатпайды енді. Қане, қолдарың жайыңдар, батамды берейін деді. Жеңгем ақырын ғана күрсінді. Екеуміз де сенімсіздеу кейіпте қолымызды жайдық. Әкем: орнында бар оңалар деген, екеулеп Асанжанның түтеткен түтініне ие болыңдар қарақтарым. Атадан жалғыз еді, ғұмыры қысқа болды. Соңынан ерген мына жалғызын бөтеннің бетіне жотаңдатпайық деген тілек қой менікі. Шаңырағын шайқалтпаңдар боталарым. Айнашқа әрі аға, әрі әке бола біл балам. Бір ошақтың тағдырын саған сеніп тапсырып отырмын. Әзірге даурықпай-ақ қояйық. Той деген ешқайда қашпас. Келесі жылы мектебіңді бітірсең, оған дейін үйренісіп дегендей, ең бастысы екеуіңнің тілеуің бір жерден шықсын. Алла жолдарыңды оңғарсын, бақтарың ашылсын балапандарым, деді. Әкем осыны айтты да, әумин деп бетін сипап, тез шығып кетті.
Тасқын, қане мынаны алып қояйықшы, деді Дарын. Тасқын хаттан көзін тайдырып досына қарады. Шынын айтқанда ол бүгін Дарынды мүлдем танымай отыр. Бұл білетін Дарынға мүлдем ұқсамайды. Өзі де сөзі де бөлек. Тышқан мұрнын қанатуға дәті бармайтын, жаны нәзік суретші жігіттің өз-өзіне қол көтеруіне не себеп болды екен? Неден түңілді? Сәбира қайда кетті? Мына хатты неге жазған? Бұдан 10-15 жыл бұрын өткен жайды несіне қайта жаңғыртып отыр? Сәбираға мұны айтудың не қажеті бар? Түсінсе бермасын. Мынауың бір бітпейтін роман ғой, Дарын, деді Тасқын, рюмкасын қағыстырып жатып. Тоқ етері не айтпақсың сонда? Жоқ, асықпа, тамағымызды жібітіп алайық дегенім ғой, оқи бер, түсінесің. Тасқын қайтадан хатқа көз жүгіртті. Жеңешемнің 3 жасар Айнаш деген қызы бар еді. Ол төр алдында ойнап отырған. Бізбен ісі жоқ. Қарлыға жеңешемнің бетіне қарай алмаймын. Басым салбырап мінді кісіше төмен қарап отырмын. Жеңешем әкем кетіп қалған соң қыстыға жылады. Менің де еңсемді ауыр мұң жаншыды. Бұрын байқамаппын, мына үй Асан ағам дүние салғалы күңіреніп тұрады екен ғой. Жалғыздықтың зарлы үні сыңсығандай сезілді. Мен алғаш рет жеңешемнің жан күйзелісін шын түсінгендей болдым. Асан ағамның орны үңірейіп тұр. Асан деген кім деп отырсыз ба? Иә, мен саған Асан ағам жайлы ештеңе айтпадым. Себебі оны айтсам, ескі жараның аузы ашылар еді. Ол әкемнің туған ағасының баласы ғой. Мектеп бітіре сала үйленіп еді. Айнаш қарындасым дүниеге келген күн әскерге шақырылған, Ауғанстанға кеткен. 1 жылдан соң қаралы хабар алдық. Содан бері 2 жыл бойы Қарлыға жеңешем қара жамылып жалғыз отырған. Жасы 23-те, ажарлы келіншек еді. Аққұбаның өңдісі болатын. Асан ағамның жылынан кейін-ақ сөз айтушылар жиілеген. Бірақ еш қайсысына мойын бұрмай қойыпты деп естігемін. Жеңешемнің бөгде біреуге күйеуге шығуын іштей өзім де қаламайтын едім. Бірақ оның соңы осындай жағдайға келіп тірелер деп ойламаппын. Ойымнан бір нәрсе шықпай отыр. Қалай бірге жатамыз? Кеше ғана жеңеше деп жүрген адамды енді қалай аяқ астынан жарым деп бауырыма басамын. Көз қиығыммен нұрлана Қарлығаға қарап қоямын. Неткен сұлу боп кеткен. Үстіндегі қара көйлегі ашаң жүзіне қалай жарасып тұр. Мойыл көзден аққан жас қайғының, қасіреттің жасынан гөрі ішкі бір буырқаныстың, бүркенткен қуаныштың жасына ұқсайтын сияқты. Мен тұңғыш рет Қарлығаға әйел деп қарадым. Әйелдің иісін сезіндім. Оның отырысынан, қимылынан жігіттің нәпсісін қоздыратын бір сиқырлы сыр байқадым. Айнаш ұйықтап қалды. Біз бір-бірімізге тіл қатыса алмай ұзақ отырдық. Жеңешем жарықты да қоспады. Ымыр түйіріліп қараңғы түскен сайын меннен дегбір қаша бастады. Жеңешем анда-санда жеңіл ғана күрсініп қояды. Ол Айнашты оң жақта тұрған ағаш төсекке жатқызып, үстелді жинап тастаған соң төр алдында жерге төсек салды. Маған сыбырлағандай ақырын ғана шешініп жата ғой деді. Өте бір жұмсақ үнмен. Мен оның көзінше шешінуден ұялдым. Соны сезсе керек, бірдеңені сылтауратып сыртқа шығып кетті. Мен дір-дір етіп шешіндім. Дір-дір етіп көрпенің астына кірдім. Мені өзгеше бір күй билеп әкетті. Денем бір суыды, бір ысыды. Қорқып жатырмын. Қазір не болатынын ойласам, жүрегім атқақтап аузына тығылады. Бір кезде Қарлыға кірді. Қараңғыда құманды сыңғырлатып жуынды. Мен жеңешемнің әр қимылын бағып жатырмын. Қарлыға төсекке жақындады. Аяғының тықыры білінбейді. Тек сусылдаған көйлектің дыбысы ғана естіледі. Көйлегін шешті. Жаныма жақындады. Мен қорқып жатырмын. Әйелдің тұтқыны сияқтымын. Өз еркім өзімде емес. Ұятай дей беремін ішімнен. Менің жанымнан баспалап өтіп, Айнаштың төсегіне барды. Көрпен ашып сықырлатып, төсекке жантайды. Менің жаныма жатпағанына әрі қуандым, әрі ренжідім. Ішім алай-дүлей боп кетті. Қарлыға мені жақсы көрмейді деп ойладым. Алғаш рет мен оны бөгде біреуден қызғандым. Кімнен қызғанғанымды өзім де білмеймін. Түннің бір уағына шейін жеңешем екеуміз де дөңбекшіп жаттық. Ол жиі-жиі күрсінеді. Менің денем от боп күйіп бара жатыр. Түн ортасында жеңешем шыдай алмады білем. Деп, өзек жара күрсініп, орнынан ұшып тұрды да, жүгіре басып сыртқа шығып кетті. Тасқын, саған Сәбира айтты ма бар деп, деді Дарын. Ақылы қата бастапты. Мас бола бастағанның белгісі. Тасқын оның ықылығына ғана естіп, не айтып отырғанын түсінбей, не дейсің деді жалт бұрылып. Қайдағы Сәбира? Не деп отырсың өгізің? Маған ешкім ештеңе деген жоқ. Сәбира қайда деп мен сенен сұрап отырмын ғой. Неге айтпайсың? Ренжісіп қалдыңдар ма тағы? Дарын ештеңе естімегендей меңірейіп, Тасқынға тесіле қарады. Анда-санда ақылы қатып қояды. Көзі күртейіп, өңі сұрлана бастаған. Темекісін үсті-үстіне будақтатады. Көк түтіннің арасынан сығырая қарап отырып. Ол барып айтпаса сен қайдан білдің деді мойны былқ-сылқ етіп.
Тасқын бәрін түсіндіріп жатқысы келмеді. Иығын қиқаң еткізді де қайтадан хатқа көз жүгіртті. Жеңешем кешіккен соң жалаңаш етіме Асан ағамның пенжагын іле сап, сыртқа мен де шықтым. Ол есік аузындағы баспалдақта бүрісіп төмен қарап отыр екен. Үстіне қалатын желбегей жамыла салыпты. Мен қасына отырдым. Түн жып-жылы еді. Ай жамбастап бара жатқан, дала тып-тыныш мүлгіп тұрған. Жеңешем менің иығыма басын сүйеді. Мен оның иығына қолымды асып құшақтап өзіме тарттым. Қарлыға бауырыма тығылды. Ол да қалтырап отыр екен. Мен де дір-дір етемін. Осылай қанша отырғанымыз есімде жоқ. Бір кезде жеңешем тоңдың ғой, жүр үйге кірейік деді. Мені қолымнан жетелеп төсегіме дейін ертіп әкелді. Үстімдегі ағамның пенжагын шешіп, орындықтың арқалығына іліп жатып, ағаңның пенжағы саған дәл болып қалыпты деп үні дірілдеп. Мен жеңешемнің қолынан ұстадым да өзіме қарай тартып, кел бірге жатайықшы дедім. Қарлыға не дерін білмей дағдарып біраз тұрды. Сосын халатын шешіп, орындықтың арқалығына іле салды да көрпені ашып жаныма жатты. Алқына тыныстайды. Менің де жүрегім аузыма тығылып жатыр. Қарлыға маған бірдеңе айтты. Мен ештеңе естіген жоқпын. Сенесің бе, Сәбира? Бойым шоқтай қызды. Қарлыға менің қолымнан ұстады. Өзі солқылдап жылап жатыр. Бойым мұздағандай болды. Жалаңаш тәнімнен сипалады. Қолы мақпалдай. Қайта жандым. Өз еркім өзімде емес. Еркімді Қарлыға билеп алған. Қазір буындырып өлтірсе де қарсыласа алар емеспін. Ақырын өзіне қарай тартты. Мен Қарлыға қарай жақындай түстім. Тәніміз тәнімізге тиді. Жас келіншектің тұла бойынан керемет бір хош иіс аңқиды. Денесі барқыттай, құшағымыз айқасты. Ақырын бетімнен өпті. Бір кезде тұла бойымды тұтандырып, ернімнен құшырлана сүйді. Сол сәтте төбе құйқамнан бастап, табаныма шейін шымырлап, бірдеңе жүріп өткенін сездім. Естанды халде жатырмын, мас сияқтымын. Бойыма әлде қайдан ерен күш біткендей. Мен оның торғын денесін, сәл ғана тершіген маңдайын сипалап келіп, өрс өрпірген омырауына қол салдым. Әйелдің ыңырсыған, делебеңді қоздырар сиқырлы үні шықты. Енді ол былқ-сылқ етіп, әлсіреп қалғандай болды. Осы қылығы мені одан әрі өршелендіре түсті. Сүйші, сүйші, жаным деді Қарлыға үздігі. Балалай, рас па, түсім емес пе деді даусы дірілдеп. Мен отқа түскен майдай еріп, балқып бара жаттым. Дарын қағаздан басын көтеріп, қолына орталанған коньяк алды. Қолы қалтырап рюмкелерге төгіп шашып әрең қойды. Бағанағыдай емес. Денесі былқ-сылқ етіп, тілі көрмеле бастаған. Бармен үстелдің үстін сүртіп, босаған ыдыстарды жинап әкетті. Тасқын Дарынға таңырқай қарады. Рюмкасын қолына алып, әй Дарын, мына шимай шатпағыңды Сәбираға көрсетуші болма, ұқтың ба, ақымақ. Сен кімге жазып отырғаныңды ескермеген сияқтысың, есіңде болсын. Әйелдер мұндайды еш уақытта кешірмейді деді мырс етіп. Маған енді бәрібір деді Дарын, көзі тұманданып отырып. Қане, алып жібер, кел шейікші. Тасқын рюмкадағы коньяктан бір ұрттады да қайтадан үстелге қойды. Екі көзі хатта. Сәбира, мен Қарлығашпен 3 апта бірге тұрдым. Сөге көрме қызғанбады. Мен 3 апта бақыт дегеннің не екенін шын сезіндім. 3 аптадан соң Қарлыға ауылдан көшіп кетті. Бір күні мектептен келсем, Қарлыға құдық басында жылап отыр екен. Менімен сөйлескісі де келмеді. Үйіңе қайт, шешең қайтсын деп жатыр деді. Мен екі өкпемді қолыма алып жүгіріп үйге келдім. Есікті аша беріп, іштегі шаң-шұң дауысты естіп тұрып қалдым. Әкем мен шешем тағы ұрысып жатыр екен. Көбіне мұндайда мен іркілмей кіріп баратымын. Менен ұялғандарынан көп ұзамай басылатын. Бұл жолы жанжалдың себепшісі өзім екенімді біліп тоқтап қалдым. Ауылдағы жесір атаулын адақтап түк қойғаныңмен тынбай енді баланы бұзайын дедің бе деп шешем шаңқылдап жатыр екен. Оу, не көкіп отырсың өзің деді әкем. Әй, анау апасымен жасты қатынның қойнына апарып, жас баланы неге саласың? Ол қатынға бұл ауылда одан өзге еркек. Әй, оттама, не деймін саған? Қарлыға Дарынның әмеңгері, сол үйдің ендігі иесі Дарын. Айнаш тұрғанда Қарлығаны қаңғытып жіберуге біздің хақымыз жоқ. Обал болады. Жетім жесірдің көз жасына қаламыз. Оларда енді сенің шаруаң болмасын. Шаруаң болады, болғанда қандай. Әмеңгері несі? Ол қайдан шыққан заң? Атам қазақтың заңы. Давай қысқарт. Мен сенің әмеңгер сәмеңгеріңді білмеймін. Ондай феодалдық заңдарын келмеске кеткен. Жеңгесіне көмектессін. Жалғыз басты әйелге қиын ғой дегенге өзімше жаным ашып барсын десем, сенің ойың жаман екен ғой. Ол әлі үйленетін жасқа жеткен жоқ. Мектебін бітірсін, оқуын оқысын, баланың бағын байлама, ондай қатын табылмай қалар деп педің. Байсырап отырса, күйеуге шықсын ана албастың. Ешкім қой деп отырған жоқ қой оған. Жас баланы бұзып, бар алып кел баланы. Айтпесе сотқа беремін мен. Анаған шықты, айтпады деме.
Мен осы сөзді естіген соң үйге кірмей кетіп қалдым. Басым ауған жаққа қарай жүре бердім. Өзімді алғаш рет қанаты қиылған құс секілді сезіндім. Сәбира, мен Қарлығаны жақсы көріп қалған екем. Шешемнің оны сотқа берем деген сөзінен қатты шошындым. Мектептегі балалар да, мұғалімдер де менің Қарлығаға қосылғанынан бейхабар еді. Шешем сотқа берсе, бұл құпиямыз жұртқа жария болуы мүмкін. Мені сөзсіз мектептен шығарады. Баламын ғой ол кезде. Қарлығаны соттап жібереді екен деп қатты қорықтым. Не істерімді білмей дел-сал күйге түстім. Оның бәрін айтып жеткізе алмаймын саған, Сәбира. Сен оны бәрібір түсінбейсің. Қалай қиналдым десеңші. Алғаш рет сол күні темекі шектім. Күні бойы өзен бойын кездім. Ойымнан Қарлыға шықпай қойды. Мен сол бойы күбірлеп Қарлығамен сөйлесіп жүрдім. Кеш бата алыстан Қарлығаның үйін торғуылдамын. Биік бәйтеректің бұтағына шығып алып, сыртынан Қарлығаның жүріс-тұрысын, іс-әрекетін бағумен болдым. Сол түні Қарлығаның қорасының төбесінде шөпке түнеп шықтым. Қарлыға басқа ауылға көшетін болды. Мен көшірісуге бардым. Қарлыға менімен сөйлескен жоқ. Жүктерін буып түйіп дайын отыр екен. Машина келгенде тезірек тиюге асықты. Мен оған сөз айтуға бата алмадым. Не деймін? Қал деймін бе? Мені де ала кет деймін бе? Қыстығып әрең жүрдім. Bir кезде ауыр қазанды әдейі аяғыма түсіріп алып, соны сұлтауратып өкіріп жыладым. Одан не пайда? Бәрібір Қарлыға аялдаған жоқ, кете барды. Мен қаңыраған үйде жападан жалғыз қала бердім. Әкем көшірісуге бара алмады. Қарлыға көшетін болыпты дегенді естігенде қатты қиналған. Әкем намысшыл кісі еді ғой. Шешеме өкпелеп теріс қарап жатып алған болатын. Ас та ішпеді, сөйлеспей де қойды. Содан әкем айықпас дертке ұшырады. Арада 6 айдан соң 47 жасында әкем қайтыс болды. Сәбира, соңғы кезде менің араққа тым үйір болып кетуімнің бір себебі осында. Менің мойнымда 2 адамның көз жасы бар. Бақытты ете алмадым оларды. Енді бұған сенің көз жасың қосылайын деп отыр. Ғафу ет, сені де бақытты ете алмадым. Мені сүйетініңді білемін, бірақ мен адастым. Қалай өмір сүруге керек екенін білмей қалдым. Өзімді де сені де қинай бергенше кетейін деп шештім. Қош, бақытты бол. Дарын 17 мамыр 1997 жыл. Тасқын түнеріп үнсіз отырып қалды. Көзінде жас, темекі қыстырған саусақтар дір-дір етеді. Көңілін мұң торлады. Дарынға басу айтар сөз таба алмады. Хатты 2 бүктеп төс қалтасына тез тыға салды. Қабағын жазбастан рюмкасын қағыстырды да коньягын сыздықтата жұтып отырып, саусақтар дір-дір етеді. Көңілін мұң торлады. Дарынға басу айтар сөз таба алмады. Хатты 2 бүктеп төс қалтасына тез тыға салды. Қабағын жазбастан рюмкасын қағыстырды да коньягын сыздықтата жұтып отырып, Қарлыға қайда қазір? Хабарласа алдың ба деді дегбірсізденіп. Қарлыға жынданып кетіпті деді Дарын тұтыға сөйлеп. Солай деді де қолындағы рюмкасын еденге бір қойып орнынан атып тұрды. Күл паршасы шыққан хрусталь шынылар тас еденде шашылып жатты. Бармен жүгіріп келді де басын тоқпақтап өкіріп тұрған жігітті көріп, не дерін білмей абдырап тұрып қалды. Дарынның ащы үні кісінің сай сүйегін сырқыратты. Көзінің жасы пар-парлап ақты. Қаба сақал бармен үн-түнсіз шынының сынықтарын жинап алды да аяушылықпен басын шайқап бұрылып кетті. Тасқын орнынан тұрды да теңселіп құлап бара жатқан Дарынды құшақтай алды. Тасқын, жұбатпашы мені, керек емес. Бұдан кейін өмір сүрудің не мәні бар, не қызығы қалды деп Дарын тұтығып әрең сөйледі. Кеше барахолкада Қарлығаны көрдім. Түрі түк өзгермеген, тек шашы аппақ қудай, үстінде көнетоз пальто, жол жаққа қараймын, сен жоқсың аяулым деп әндетіп келеді. Мен не болғанын түсінбей қалдым. Ол өтіп кеткенше орнымнан тырп ете алмай байланып қалдым. Біраздан соң барып сөйлеспек боп соңынан жүгіріп едім. Сәбира, қайыршыдан ең бар деп алдымды кес-кестеп, ол қайыршы емес Қарлыға дедім айғайлап. Қарлыға аты аталғанда 2 рет артына жалт-жалт бұрылды, бірақ мені танымады. Мойнына сөмке асынып алған қайыр садақа жинап жүр. Сол бойы кете барды. Мен соңынан жүгіруге де, тоқтауға да дәрменім жетпей, мелшиіп тұра бердім. Мен кінәлімін. Дарын, жүрші шығайықшы мына жерден, сен массың, саған айығу керек деді Тасқын, оның қолынан сүйрелеп. Дарын қалтасынан бір уыс ақша алып, бумаждаған күй үстелдің үстіне тастай салды. Ақша әлгінде өзі салып отырған блокноттағы суреттің үстіне түсті. Құдықтың қасында жылап отырған келіншектің мұңды кескінін бобыраған ақша шауып қалды. Тас, түсінесің бе? Мен Қарлығадан 2 рет айырылдым ғой. 1 рет шешем, 2 рет Сәбира. Шешемнен ала алмаған өшімді Сәбирадан алдым. Кеше кешкісін 1 рет оған қол көтердім. Жылап сықтап, енді көрместей боп
апайының үйіне қашып кетсен, кетсе кетсін. Әй есуас, Сәбираның не кінәсі бар? Қарлыға осы күнге дейін іздесең қайда қалыпсың? Қайда көшіп кеткен білген шығарсың, деді алда келе жатқан Тасқын. Бардың есігіне жете бергенде артына жалт бұрылып, дарын басын қақшаң еткізіп көтеріп алды. Теңселіп әрең тұр. Іздегем, іздеп барған оқуға түскен жылы көшіп кетіпті ол ауылдан. Қайда кеткенін ешкім де білмейді. Не қыл дейсің маған? Табала, ұр мені, мұрнымды бет қылшы. Я, мен кінәлі, мен кінәлімін. Бітті Тасқын, бәрі де бітті. Мен осы күнге шейін Қарлығамен әйтеуір бір кездесермін деген арманмен өмір сүргем. Қиялымдағы Қарлығаның бейнесімен сөйлесушем. Сол қиялым кеше күйреді. Ойпыр-ай, неге көрдім? Шыққыр көзім неге көрді оны? Көрмегенім жақсы еді ғой. Енді үмітім үзілді, бәрі де бітті, деді дарын бірден тәлтіректеп әрең шығып келе жатып. Жаңбыр басылған, шығыс жақтағы тұтасқан қара бұлт етегі түріле бастапты. Таң қызарып келеді. Тасқынның жатақханасы жақтан алқын-жұлқын жүгіріп бір келіншек шықты. Қолында сарғыш орамалы, қызыл күртесінің алды ашық, етегі делбең-делбең етеді. Шашы дудырап кетіпті. Ай, қайда жүрсіңдер? Сендерді іздемеген жерім жоқ қой. Тағы да болып алғансыңдар ма деп айғайлап бұларға ұрсып келе жатқан Сәбира екен.